Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда біраз болды, біраз уақыт бойы видео шықпай қойды. Қазір контент в основном Instagram мен TikTok каналында жүргізіп жатырмыз. Instagram менің жаңа Instagram, бұрынғы Instagram блокқа кетті. Instagram қазір мына жерде шығады. kasım.kazak және де Fulfillment Instagram'a Kasım Fulfillment. Подписка жасап қойыңыздар. Подписка жасаған кісілерге иншалла бізде апта сайын MP-статысқа бір айға достыққа бесплатный доступ ойнатылатын болады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз возврат товарымен не болады және блок брак болған товарымен не болады. Осы сұраққа жауап беретін боламыз. Жалпы возврат товарымен не болады? Возврат товараны өзімізге қайтарып ала аламыз ба, и брак болған товарды біз өзімізге қайтарып ала аламыз ба деген сұрақ келеді. Жалпы соңғы жаңалықтарға байланысты Валбриста брак болған товар жолда кетіп бара жатып, логистикада брак болған товар, то есть 2000 рубльға дейін болса, сол сатылып жатқан бағасы 2000 рубльға дейін болса, төмен, то есть онда брак болып қалған жағдайда утилизацияға автоматически кетеді. Егер де товардың бағасы 2000 рубльдан қымбат болатын болса, онда ол сізден сұрайды. Утилизацияға жіберейік па, немесе ол товарды сізге өзіңізге обратно возврат қылып жіберейік па деп. Сол кезде біз не таңдаймыз? Біз өзімізге возврат қылып аламыз. Өйткені ол товар, естественно, уже қымбат товар болады. Ол товарды қалай возврат жасау керек екенін қазір сіздерге компьютермен көрсететін боламын. Брак болған товарды өзімізге қалай қайтара аламыз? Товары дегенге басамыз, проверки товара. Өшеден заявки от ВБ деп келіп тұрады. Заявки от ВБ. Өшеде добавить ПФЗ, пункт выдачи заказан таңдаймыз. Нәтижесінде изменить деп тұр. Изменить дегенді басамын. Дәл өшеде мен Қазақстанда таңдаймын. То есть нәтижесінде қазір біздіңше бірінші Москва деп тұрады. Біз міне Қазақстан таңдадық. Осы жерден міне Алматыны басамыз. Алматының ПФЗ-сына міне 33 точка бізге доступный болып тұр екен. Өзімізге жақын адрес таңдабамыз. Допустим, маған жақыны ол мынау адрес қазір. Маған жақыны ол міне Сайынадағы бар екен. Сайына орбита 420 деген адрес таңдадым. Выбрать адрес. Дәл осы адресқа менің бағанағы брак болған товарым келетін болады. Және де обратно қайту бағасы бізде ол возврат товары деп тұрады. Міне. Если ол ПФЗ-ға алып келетін болса, онда ол 60 рубль болады. Если үйіңізге дейін апарып беретін болса, ол 150 рубль болады. Но это не точно, но енді доставка на ПФЗ деген бар, осы бізде 60 рубль. То есть кез келген товарға бізде 60 рубль алынады. Жалпы возврат товарымен қалай болады? Ол товар клиентке жетеді, ол просто возврат жасайды без каких-либо причин. Либо товар жолда болатқан кезде отказ покупателем болады. Знакомая ситуация. Отказ покупателем болған жағдайда ол товар қайда кетеді деген сұрақ қойылады. Сол регионға ең жақын ФБО складына жетеді. Сосын сол карточкадан тағы да бір сол регионнан заказ келген жағдайда сол товар автоматически жіберілетін болады. Ол үшін товардың несі баркоды болу керек. Баркод товара обязательно. Баркод товара туралы видео бізде осы каналда бар. Және де возврат болған товарға покатушки төленеді. То есть ол покатушки бізде 33 рубль бізде обязательно ол товардың себестоимостына кіру керек. Себестоимость товары дұрыс санауды обязательно білу керек. Әйтпесе ол бізде үлкен бағанағындай минус қалып келеді. Көбісі қазіргі Қазақстанда, қазіргі ситуацияда Қазақстанда бір айдың ішінде рекорд 3,5 миллиард теңгеге товар өткізген екен Қазақстан. Бірақ мен гарантия берем, оның жартысынан көбі минусқа жұмыс істеп жатыр. Не үшін? Өткені мен талай адамдарды көрдім, күніне 100-200 заказ жеріп жатқан. Барлығы логистиканы санамайды, комиссия логистики санамайды, упаковканы санамайды, бару бар, комиссия маркетплейсі бар. Олардың барлығын санамайды, товарды просто 1000 теңгеге сатып алдым, 1500 теңгеге саттым, 500 теңге пайда деп ойлайды. На самом деле олай болмайды. Ол сізде попросту минусқа кетіп отыр. Так что санаған кезде себестоимости дұрыс санау керек. Ең үлкен важный моменттердің бірі. Вот. Сіздермен болған Қасымбек Айдархан. Біздің каналымызда иншалла подписка жасап, колокольчикті басып қойыңыздар, жаңа видеолар шығатын болады иншалла.